Есімдік. Бізде бірнеше қазір есімдіктер берілген. Бірінші сұраулы есімдік дейміз де. Екі сұраулы есімдікті көріп Benim тұрмыз. adım Murat. Не Sizin және adınız ne? ким. Benim adım Не Gamze. бұл біз қазақ тіліндегі Memnun oldum. не, Ben de Kim? memnun oldum. бұл біздің кім. Иә, бұл жерде түк қиындығы жоқ. Тек қана оқылуында сәл айырмашылық бар. Ал былай келгенде не, ким, ол біздің не, кім деген сұраулы есімдіктеріміз. Келесі сілтеу есімдігі бұл жерде бұл, о, сол, мынау, шу, яғни анау, сізден алысырақ тұрған нәрсені шу дейміз. Яғни бұл жерде сұраулы есімдік пен сілтеу есімдікті қолдана отырып, мынандай сөйлем қысқаша сұрақ қойсақ болады. Бұл не? Яғни сіздер ертең Түркияға барған кезде білмейтін, танымайтын нәрселеріңізді түріктерден бұл не, бұл ким деп сұрасаңыз болады. Яғни бұл не, бұл кім? Бұл туристердің жалпы көп қайталайтын сұрағы. Мысал келтірейік. Бұл жерде суреттер берілген және сөздер. Бұл не? Яғни саат. Не бұл жансыз заттарға қойылатын сұрақ. Саат бұл жерде бізде жансыз. Қазақ тілінде де осылай. Бұл ким? Мұрат. Мұрат түрік адамның, еркек адамның есімі. Бізде де қазақ тілінде Мұрат деген адамның есімі бар. Бұл себепті оңай. Бұл не? Шелек. Шелек бұл құлпынай. Бұл не? Шелек. Жансыз болғандықтан не. Бұл ким? Гамзе. Гамзе бұл түріктердің, қыздардың есімі. Жиі кездеседі. Келесі бізде жүктеу есімдігі. Жүктеу есімдігі бұл сіздерде ертең сөйлем қойғанда өте керек болады. Сол себепті бұны құяд назар аударып, жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Бастайық. Бән. Бән ол мен. Бұл жерде тек қана бір әріп айырмашылық бар, Б әріпі бізде М. Бән ол мен. Сән ол сен. Бұл жерде айырмашылық жоқ, тек қана оқылуында біраз сән деп оқылады түріктерде. Бізде сен. О, ол, біз. Бұл жерде де айырмашылық жоқ. Сіз. Сіз. Бұл жерде де тек қана оқылуында. Сіз бұл жерде яғни көптік жалғауда, көптік мағынада және сіз сыпайы мағынада қолданылады. Onlar, олар. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Бірінші топ етістігінің жүктеу аффикстеріне келейік. Бізде бірінші топ етістігінің жүктеу аффикстері қазақ тілінде жалғау арқылы жасалынады. Яғни мен мұғаліммін. Жалғау дегенді білеміз, егер жалғанса сөз өзгермейді, егер жұрнақы жалғанса сөздің мағынасы өзгереді. Бұл жерде мен мұғаліммін, мін бұл жалғау болып тұр. Егер түрік тілінде болса, ол аффикс деп аталады. Алдыңғы тақырыптарда айтып кеттім, аффикс. Енді біз алдыңғы диалогтарда мынандай сөзді кездестірген болатынбыз. Бән иім. Менде бәрі жақсы, немесе мен жақсымын. Осы мын бұл жерде бізде жалғау болса, бұл иімнің мынау қызылмен асты сызылған бұл аффиксы. Көресіздер, Міне барлық аффикстердің жиынтық кестесі. Оларды сіздер жаттап алуларыңыз керек. Бұл дыбыс үндестігі заңына қатысты кесте. Мына жерде біз сіздермен қазір талқылаймыз. Сіздерге қазір бұл қиын, түсініксіз болып көрінуі мүмкін, бірақ біз сіздермен талқылап, тәжірибелік, практикалық мысалдарды келтіріп, біз түсінетін боламыз бұл кестені. Қараңыздар, соңғы дауысты. Яғни соңғы дауысты ол түбірдегі соңғы дауысты жайлы айтып тұр. Мына жерде бізде 4 баған берілген. Осы жерде 4 бағанға дауыстылар бізде бөлінген. Бірінші бағанда Е, И, екіншіде А, Ы, үшіншіде О, У, төртіншіде Ү, Ү. Бірінші бағанда Е, И. Яғни соңғы дауыстысы Е, И болған жағдайда бізде аффиксте И дауыстысы кездеседі. Және де лар, лер соңғы
бағанда. Мысалы, и сөзін алып, қазірмен жұмыс жасап көрейік. И сөзі жақсы деген мағынаны білдіреді. Мысалда, ben iyiyim. Бұл жерде соңғы дауысты көрдіңіздер. И, міне, осы бағанға. Енді аффикс iyiyim болады. И жалғанады. Және де мына ортасында е әріпі тұр. Ол осы жағдайда қолданылады. Неліктен? Қараңыздар, екі дауысты бірдей келіп қалған кезде, түбірде және аффиксте, сол кезде ортасы мынандай е әріпі ашады. Сонда iyiyim. Е дауыссызы ортасында келіп тұр. Iyiyim болады. Sen iyisin. Көрдіңіздер, иә? Sen iyisin. Бұл жерде де и болады. Яғни барлығында и болады. О, и. Бұл жерде аффикс болмайды. Біз is. Мына жерде де е әріпі ашылады. Бұл жерде осы бірінші не қайталанып тұр, иә? Ереже. Siz iyisiniz. Onlar iyiler. И жіңішке дауысты болғандықтан еске түсіреміз, иә? Бізде лар болмайды, е болады. Onlar iyiler. Бұл жерде көріпсіздер. И осы жерге шейін келе жатады да, содан кейін е келеді. Бұны түсіндік, иә? Келесі бағанға көшейік. А және ы болса соңғы дауысты, онда бізде аффиксте ы дауыстысы кездеседі. Қараңыздар. Ач сөзін алдық. Ач бізде аш деген мағынаны білдіреді. Ben açım. Көрдіңіздер, ben açım. А жуан дауысты, мына соңғы дауысты а болғандықтан бізде жалғыз дауысты бұл сөзде, сондықтан аффиксте ы болады. Ені қолданбаймыз, себебі біздің сөзіміз дауыссызға аяқталып тұр. Тек қана дауыстыға аяқталса, және аффикс дауыстыдан басталса, ғана е арасын ашады, осындай қосылады. Ал бұл жерде керек жоқ. Sen açsın. О, мына жерде ач, жалғау жоқ, аффикс жоқ. Biz açız. Siz açsınız. Onlar açlar. Көрдіңіздер, а әріпі жуан, мына жерде лер емес, лар болады. Açlar. Келесі о, у, ө, ү. Өздеріңіз мына жерге мысал келтіріп жазып көріңіздер, сіздерге тапсырма ретінде. Енді ары қарай кеттік. Енді тағы да мысал келтіреміз, иә? Бұл жерде бізде доктор сөз берілген. Доктор деген мағынаны білдіреді. Түбірдің соңғы дауыстысы о. Не? Онда аффиксте қандай болады? У болады. Қарайық. Міне, соңғы дауысты докторда о мына жерде кездескен, және де осы баған ережесі бойынша біз жүреміз. Міне көріңіздер, барлық жерде у кездескен. Қарайық. Ben doktorum. Sen doktorsun. Асты сызылған қызылмен белгіленген бұл аффикс. О доктор. Бұл жерде аффикс жоқ. Үшінші білесіздер шақтая. Biz doktoruz. Siz doktorsunuz. Onlar doktorlar. Түсінікті, иә? Жіктеу есімдігін бұл жерде қайталаймыз, және де аффикстерді үйреніп бастап жатырық. Келесі öğretmen, мұғалім. Түбірдің соңғы дауыстысы қандай? Е. Онда аффиксте и болады. Ол біздің қандай баған? Бірінші баған. Қарайық. Көріңіздер, е соңғы дауысты, аффиксте и кездеседі. Кеттік. Ben öğretmenim. Sen öğretmensin. O öğretmen. Biz öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. Onlar öğretmenler. Көрдіңіздер? Жаңағы кесте қаншалықты маңызды екен. Mesela avukat. Avukat, advokat. Түбірдің соңғы дауыстысы а. Онда аффиксте ы болады. Қарайық кестені. Соңғы дауысты а. Біз мына жерде ач. Бұны мысал ретінде көрдік. Енді авокатты көреміз. Енді қалған аффикстегі
сөзде дауысты дыбыс ы болады. Ben avukatım. Sen avukatsın. O avukat. Bu жерде аффикс қалай? Жоқ. Biz avukatız. Siz avukatsınız. Onlar avukatlar. Түсіндік, иә? Келесі. Үнлі, танымал. Түбірдің соңғы дауыстысы ү. Онда аффиксте ү. Түбір дауысты дыбыспен аяқталады. Бірінші шақта қалай? Е қосылады. Біз жаңа е сөзін қарадық қой. Ү бізде дауыстыға жатады. Сондықтан мынандай е бізде қосылады. Енді қараңыздар. Бізде үнлі сөзі соңғы дауысты ү болғандықтан ереже бойынша аффиксте ү кездеседі. Ben ünlüyüm. Sen ünlüsün. O ünlü. Biz ünlüyüz. Siz ünlüsünüz. Onlar ünlüler. Байқадыңыз, иә? Ben және bizде е қолданылады. Себебі аффикстің жалғауы дауыстыдан басталады. Ал түбірде дауыстыға бітіп тұр. Сондықтан мына жерге е келеді. Бізде де аффиксі дауыстыдан басталады. Сондықтан көмекке е келеді. Қалғандардың аффикстері дауыссыздардан басталып тұр. Бізде бұл жерде қажеті жоқ. Осымен біздің есімдіктер аяқталды. Қайталаңыздар. Бір өтіп шығыңыздар.